Сәлем достар, тағы да жаңа жылдық өте әдемі әрі дәмді салаттың рецептін менен қабыл алыңыздар. Піскен тауықтың төсетін ұсақтап тураймыз. Ыңғайлы ыдысымызға бірінші майонезді осылай дөңгелектеп құйып аласыздар. Туралған тауығымызды салып, қолымызбен тегістеп дөңгелек форма келтіреміз. Біраз майонез құямыз. Бұл салаттың әр қатпарына майонез құйып отырасыздар. Жұмыртқаның сары уызын ақ уызынан ажыратамыз. Сары уызды ұсақ күштен өткіземіз. Сәбізімізді де ұсақ күштен өткіземіз. Салатымыздың үстіне орналастырамыз. Қасықтың көмегімен біраз басып, дөңгелек форма келтіреміз. Сырды да ұсақ күштен өткіземіз. Бұл жерде майонезімізді салатымызға әдемілеп жағып шығуымыз қажет. Бетін тегістеп, осындай дөңгелек форма келтіріп аламыз. Енді тәрелкеміздің шет-шетін сүртіп аламыз. Одан кейін бетін безендіруге көшеміз. Енді тіс шұқығыштың көмегімен немесе пышақпен осылай бірінші жолақтарды жүргізіп алуымыз керек. Сол кезде бізге безендіруге оңайырақ болады. Енді ақ уызымызды ұсақ өткіштен өткіземіз және қызылшамызды да ұсақ өткіштен өткізіп аламыз. Қызылшаның соғы біраз тартылу үшін тарелкаға осылай салфетканы жайып, одан кейін қызылшаны
көпіршіктен өткіздім. Енді безендіруге көшеміз. Біраз шыдамдылық танытып, дәл видеодағылай жасасаңыздар, дастархандарыңызда өте әдемі болып көрінетін болады. Бұл салатқа шынайылық беретін дәл осы жері самсақтың бас жағын алып, дәл видеодағыдай әсемдеп қоясыздар. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі салат болып шықты. Сіздердің қолдарыңыздан келеді. Мен де бірінші рет жасап көрдім. Міндетті түрде жаңа жылдық дастарханға жасап көріңіздер.